Ирландия туралы, Ирландиядағы өмір туралы Да, қысқаша. поздоровайся, может, сперва. Ну, hello. Я hello сказала. Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз Ирландия туралы норм-стрём трендін Түсіреміз. Бірақ бұл ұзындату. Как это? Кеңейтілген? Развернутый, как базар жоқ, она специально делает. Слушай, басында сразу У нас вопрос. вообще нормального интро нету сейчас. Вообще бізді басында болды. Короче, поехали. Первый вопрос. Бірінші сұрақ қазақша ма, орысша ма? Қазақша болсын жарайды бірінші сұрақ, өйткені қалғандардың бәрі орысша. Көбінде бұлтты күндер. Осылай, күн жоқ. Кішкене стрёмно, кішкене күн көргің келеді, бірақ Ирландияда күн шығып тұрады. Күнде осындай бұлтты күндер болмайды. Кейбір күндері жиі күн шығып тұрады ғой. Күн шығады. Бірақ жиі деп айта алмаймын енді. Қыста жиі емес, бірақ көктемде, жазда жиірек. Иә. Бірақ норм. Мне кажется, басқа елдерде де осындай, даже тіпті Қазақстанда да. Жоқ, сен мысалы Мадридтан көшіп келдің ғой. Саған енді, маған стрём болып жатыр мысалы Мадридтан көшіп келдің. Я енді Мадридтен кейін ол жерде күнде күн болады, көбінесе 90%, жылдың 90%. Енді одан кейін осы жерге келгенде кішкене үйренуге тура келеді, бірақ нормально. Үйреніп кеттің, Бірақ ауасы күшті, сол компенсация жасайды. Трейд-офф. Маған норм, өйткені мен оны ожидать етіп келдім, в принципе, как и ожидалось, и оған үйреніп кетесің. Давай айтып кетейік, Әйгерім 4,5 жыл Ирландияда тұрып жатыр, ал біз болсақ, мен болсам 1 жылға жоқ осы Ирландияда тұрып жатырмыз. Енді осы уақыт кезінде өзіміздің тәжірибемізді бөлісетін боламыз да, соған байланысты. Иә, өзімізге ұнайтын, ұнамайтын жақтарын, қалай қалыптасты, қалай үйрендік. Сори деп айту, сені түртіп кетсе де, кейде даже түртіп кетпесе де, сори деп айту. Наоборот, жақсы сияқты. Норм. Норм. Сен өзіңе деген құрметті сезінесің басқалардан. Сен үшін. Маған, норм. Ол ылғи норм болған. Солай болу керек деп ойлаймын мен барлық жерде. Кешіріңіз. Өйткені осы сори деген нәрсе негізі кейін саған привычка болып, Қазақстанға барғанда, мысалы сен бір нәрсе істесең де, өткің келсе де жолдан кешіріңіз деп өтесің. Өзіңді жақсы жаққа тәрбиелеу деп ойлаймын мен. Иә, дұрыс келісем. Келесі сұрақ. Ирландықтардың сөйлеген кезде не айтқанын түсінбеу, акцентіне байланысты. Мысалы, олармен әңгімелесе отырғанда жартысын түсініп, жартысын түсінбейтін кездер болады. Ағылшынша білсең де сөйлесе алсаң да. Иә. Ол тіпті Дублиннің ішінде, кейбір жерлерінде, кейбір аудандарында қатты білінетін сияқты адамдардың тұрған жеріне байланысты. Ал Дублинде қатты біліне бермейді. Жұмыста особенно көп білінбейді, өйткені жұмыста көбісі жан-жақтан келген адамдар. Сондықтан, ал егер ирландықтардың өздерімен сөйлескен кезде кішкене сондайлар акценттері бар адамдармен сөйлесу кішкене қиындау болады. Кейде олар тез сөйлеп кетеді, немесе ақырын тез сөйлеген кезде оның кейбір сөздерін түсінбей қаласың. Саған ол норман түсірем ба? Маған мен норм сияқты, енді басқа елде тұрып жатырмыз ғой, енді үйренуге тура келеді. Ал сен 4,5 жыл бойында үйрендің бе акценттеріне? Маған норм. Бірінші келгендегі уақыттан кішкене көбірек түсінетін сияқтымын маған. Бірақ егер де мысалы Қорық жаққа басқа мүлдем басқа қалаларда облыс дейікші, басқа облыстарына барсаң, ол жақты түсіну енді өте қиын болады кейде. Өйткені олар бір-бірлерімен тез сөйлескен кезде сен мүлдем ештеңе түсінбеуі мүмкінсің. Бірақ мен өстіп басымды изеп тұра берем, бір сөзін түсінсем де, хотя бы примерно контексті түсінуге тырысасың. Мен ойымша ондай акценттер көбінесе егделі адамдарда байқалатын сияқты. Қазіргі жастарда онша білінбейді.
жас ирландықтарда? Білмеймін. Өйткені олар уже жастар келген адамдар, 60-70-тегі мүмкін адамдар, олар да ирланд тілін плюс ағылшын тілін алып жүргендіктен мүмкін сондай акценттер байқалатын шығар. Білмеймін, мен ойымша жастарды солай сөйлейді, өйткені олар тұрған жергілікті мекеніне байланысты тілдері солай қалыптасатын сияқты. Мүмкін. Бірақ маған норм. Өйткені бізде Қазақстанда да әртүрлі диалекттер бар, это нормально. Да, келесі сұрақ. Кезектер барлық жерде. Магазин, почта, туалетке бару бір жерде. Норм? Норм сияқты. Бұл тағы бір адам бір-бірін сыйластықтың белгісі сияқты. Бір жерге, например, жиналып, топыр болып тұрмай, бір-бірімен ұрыспай, дистанция сақтап, кезекте тұрғаны, бір-бірін сыйлау, құрмет дегенді білдіреді. Барлық жерде сондай болу керек. Бірақ Ирландияда тіпті адам саны қатты көп емес қой. Соның өзінде кейбір жерлерде кезек болып қалса, күтуге тура келеді, бірақ оның еш стрёмдығы жоқ. Маған норм, бірақ кейде стрём болуы да мүмкін. Асығып тұрған кезде ма? Иә, мысалы, кейбір жерлерде дәретханалар бірақ дәретхана болуы мүмкін. И саған, например, немесе балаңа бару керек, сонда сен көп ұзақ күтіп қаласың. Сондай моменттерде. Әрине, енді ол жерде басқа вариант жоқ. Бірақ бірақ балам болса why not, как бы, да? Бірақ жалпы алғанда әрине ол тәртіп бір жерде болады деген сөз. Ешкіммен ұрсыспайды. Мен бірақ өздерінің, мысалы, рилстарын, ирландықтарын қарасам, олар да оған негізі күлкімен қарайды екен. Өйткені кейбіреулері ол кезектерді ұнатпайды, мысалы. Бәрі прям кезекті жақсы көреді деген нәрсе емес. Сондықтан да, бірақ мен ойымша кезек дұрыс. Мысалы, бұл айырмашылық көрінеді, когда сен басқа мемлекетке барасың, кезек жоқ жерде. Білмеймін енді. Қазақстанда оның ішінде бар, кейде қақтығысып, сені соғып, алдынан өтіп, кішкене күте тұрсаң да болады. Еще кезектер негізі ұзақ көрінгенмен олар тез өтеді. Тез өтіп, әрбір адам ұзақ күтпейді негізі. Сондықтан да нормально. Так, аяқ киімді шешпей үйге кіргенде. Ирландықтар солай, американдықтар да солай сияқты, норм ба, стрём ба? Мен үшін бұл стрём. Мен гермофоб шығармын. Аяқ киімді үйге кіргенде шешіп кіру керек деп ойлаймын. Енді бұл тазалықтың белгісі, үйде тіпті кішкентай балалар болса, тем более шешіп кіру керек сияқты. Өйткені далада бұлардың иттері жүреді, неше түрлі басасың, үйге кіргенде, шешіп, үйдің тәпішкесін киіп кірген дұрыс, меніңше. Сондықтан мен бұлардікін кішкене қабылдай алмаймын. Маған бұл стрём. Мен де қабылдай алмаймын, өйткені біз үйреніп қалған секілдіміз енді кішкентай кезімізден аяқ киімімізді шешіп үйге кіргенде. Сондықтан маған стрём, келген кезде, мысалы, басқа ұлттың адамдары үйге немесе балаларға ойнауға, мен оларға айтамын, аяқ киімдеріңді шешіңдер, өйткені олар бастап кіргетуі мүмкін да. Бірақ онда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын, айтуға сөйтіп. Үйлердің суықтығы жалпы норм ба, стрём ба, үйде жиннаскимен жүру, қабаттан киініп алып өмір сүре беру? Бұл мен ойымша Европада жалпы проблемалардың бірі. Өйткені Европада қатты жылуды үйлерге қатты бере бермейді. Орталық жылу жоқ шығар, әрбір үйлерде, мысалы, Ирландияда, Испанияда тұрған кезде әрбір үй өзінің жылуын өзі қашан қосқысы келеді, сонда қосады. Бұл деген тағы бір жағынан оның электроэнергиясының қымбатшылығына да байланысты. Сондықтан кейбір ирландықтар немесе испандықтар үнемдеу
үшін жылуды қоспайды, тіпті үйде қабаттап киініп алады. Қазақстаннан келгеннен кейін, Қазақстанда мысалы біз қыста барсақ үйлерге 30 градус ыстық үйдің іші, ал далада -30 градус суық болуы мүмкін. Мысалы Астананы мысалға келтірсек. Иә. Ал одан кейін Астанадан осында келгендер, Европаға келгендер кішкене қиналады. Бұл да біз үшін кішкене үйреншікті жайт емес. Сондықтан маған кішкене стрём. Үйде жылы болғанда уют болатын сияқты. Иә, комфорт па бір. Комфорт, иә. Еркін жүре аласың, қабаттап киінудің де қажеті жоқ. Бірақ уақыт келе үйреніп кететін шығарсың. Сендер 4,5 жылда үйрендіңдер ме? Мен үйрендім, маған норм. Өйткені үйде қатты суық деп айтамын, бірақ біздің үйді мысалы алатын болсақ, бізде орташа температура 19 градус. 19 градус, и жалпы ирландықтардың үйлерінің полы салқын ылғи, сондықтан да біз жүн әскей немесе барлығы андай жылы тәпішке киіп алып жүреді. Кейбір ирландықтар мүлде мысалы отоплениясын қоспайды, сондықтан қабаттанып киініп жүруі мүмкін, и оларға ол норм. Но енді 19-ға біз үйренісіп кеттік, сондықтан маған норм, и маған наоборот уже қатты жылы кішкене жер болса мен ыстықтаймын. И некомфортно маған. Иә, біз жақында Қазақстанға барып келдік өткен аптада. Сонда Қазақстанның үйлеріне кіріп, Астанадағы мен 30 градус ыстықта жүргендерін бізге де уже қатты ыстық болып көрінді. Соған қарағанда бізде кішкене үйреніп бара жатқан сияқтымыз. 18-19, тіпті 16 градусқа үйдегі. Сондықтан, иә, норм. Small talk. Мүлдем танымайтын адаммен small talk деген қысқаша жалпы ауа райы туралы әңгіме қозғау, амандасу ретінде ме ол солар қолданады. Мен өзім интровертпін, сондықтан маған small talk жасау кішкене қиындау. Менің мамандығым да интроверттердің жұмысы, істейтін инженерлік жұмыстар, сондықтан маған кішкене сондайлар стрём дегенде бұл норма, нормально сөйлесу, бірақ маған өзіме кішкене қиындау сондай small talk жасау. Ал сен? Негізі сен айтқан секілді жалпы ол мен ойлаймын норм. Бірақ біз жалпы біздің мемлекетте де ондай нәрсе жоқ қой енді. Басшоқ таныс емес адаммен сөйлесіп кету, мысалы ауа райы. Бізге қиын ол. Жалпы сол бір өзің бір сөзді бастау, даже сәлеметсіз бе деп айту мүлдем таныс емес адамға қиындау секілді. Бірақ бұл жер соны жеңуге, комфорт зонадан шығып біреумен бір погода, вообще керек емес бір әңгімеге сөйлесіп кетуге, үйретуге мені итермеледі негізі. И қазір маған ол мүлдем норм. И маған кажется, даже ол күшті. Потом кейін сол small talk-тан сен адамды танып, онымен дос болып кетуі мүмкінсің. Сондықтан да негізі күшті нәрсе. Жаңа танысуларды ашуға, жаңа мүмкіндіктерді тіпті ашып беруі мүмкін. Сондықтан small talk-ты үйрену керек. Иә, үйрену керек. Қазірден бастап үйрене беріңіздер, кстати, да. Мен қазір кофемді алайын. Рекламная пауза. Рахмет, Джон. Келесі. Так, келесі сұрақ. Документ алу квест Ирландияда. Ол саған норм ба? Стрём ба? Документ алу дегенде күту ма, әлде жалпы тапсыру оған және күтуі? Мысалы, IRP-ді алу үшін қазір елдер, білмеймін, 3-4 ай тапсыру үшін ғана 3-4 ай күтеді. Енді сен еще жаңадан мысалы келгендесің. Иә, біз жаңадан келгенде тапсырдық. Бұл кішкене емес. Стрём сияқты. Европа, Америка дамыған деп айтады ғой барлығы. Дамыған елдер деп. Бірақ технология жағынан келгенде осындай документ, мемлекеттік услугаларды сервис алу үшін кішкене қиналасың. Күтесің документті тапсыру үшін, тіпті басқа елге бару үшін, шенген визасын алу үшін очередь қаншама. Сондықтан бұл жағы особо дамымаған сияқты Европа бойынша. Сондықтан кішкене Қазақстаннан кейін, конечно, стрём болады. Маған бұл басында стрём болған, бірақ
қазір маған норм, и мен оны вообще даже жақсы көремін. Өйткені Күткенді жақсы көресің ба? иә, мен басында андай күйіп пысып, андай күтетінбіз, бәрі ертең дайын болу Асығып керек па? деп. Ал қазір соған үйренгеннен кейін енді не істей аласың, сенің қолыңда тұрған ештеңке жоқ мысалы. Амалыңды жасадың, істедің, болды. И сол секілді күту да ұзақ. И сен онымен уже, как это, смиришься и өміріңді ары қарай сүре бересің. Білмеймін, андай бір сабырлыққа үйрететін секілді, и андай қиналып, тревожиться етіп артық. Маған соны үйретті лично. Так что маған нормально. Иә, сондай жағдайлар, кажется. Ирландияда вообще адамдарға қарасаң, особо андай емес та. Саспайды, ақырын өмір сүре береді, өздерімен жесть. Ешкімге қарамайды, бәсеке сондай жоқ сияқты. Иә, жанталасу, иә. Жанталасу, бір-бірінен қарау немесе как бы және сонымен бақытты ең бастысы. Иә, сол бір жағынан адамның өмірін кішкене ұзартатын сияқты. Иә, келісем, ұзартады. Енді врачқа, терапевтке жазылу бір ай бұрын немесе кейбір мысалы консультанттарға да узкий специалисттарға 2-3 ай бұрын жазылу керек. Даже очередьта саған орын болмай қалуы мүмкін. Норм түсірем? Білмеймін, біз мына жерде 1 жылға таяу тұрып жатырмыз. Сол уақыттың ішінде тек страховка арқылы бір рет қана барыппыз emergency-ге. Басқа уақытта жазылып көрмеппін. Сондықтан менде ондай опыт жоқ әлі. Менде де сондай негізі болды. 1-2 ай күтесін деген жерлер. Бірақ мен айтатын нәрсе мында жалпы ол стрём шығар енді. Бірақ мында егерде сенің ақшаң, страховкаң болса, мен ойлаймын, сен тез қабылдай алатын врачтарды, тез қабылдай алатын клиниканы да таба аласың. Иә, частный клиника. Соған байланысты, иә. Иә, мүмкіндігің болса, ақшаң болса, страховкаң болса, онда медицина қатты проблема емес сияқты. Иә, бірақ әрине көп төлейсің. Иә, өте қымбат, иә, бірақ ол. Бірақ жаңа батқанда ақшаның құны керексіз болып қалатын сияқты. Так, почтамен жеткізу, жалпы хаттар, иә? Документтер, тағы не, білмеймін, банковская карталардың бәрі, бүкіл карточкалар бәрі, официальный документтер, услугалардың бәрі хатпен келеді, немесе почтамен келеді. Бұл кішкене ескі заман сияқты мен үшін. Стрём, иә, саған? Стрём, иә. Почтамен келу, үйреніп қалдым, маған норм, бірақ жақсартуға болады оны. Так. Как это? Public transport. Норм стрём. Жалпы, мысалы, автобусқа келікші, автобусты күту, автобус расписанияда келе жатып, жоғалып кету. Нормально сияқты. Нормально сияқты дегенде, жұмысқа асып, бір жаққа баруға асығып тұрсағанда, кішкене қиындау, бірақ жалпы уақытында келеді транспорт. Жоқ, автобус маған стрём. Мында автобус стрём. У вас, мысалы, да, поездар, трамвай ол жақсы, өте уақытылы, жақсы жүреді. Бірақ автобус стрём, ол кейде күтіп тұрып, сен расписаниямен қазір келеді деп тұрсаң да, мүлдем расписаниядан жоғалып, и сен 1 сағат күтуі мүмкінсің. То есть өте ыңғайсыз ол жағынан маған. Мен Испаниямен салыстыра аламын. Испанияда вообще күшті деп қойды. Жоқ, паблик транспорт дегенде, транспорт жақсы жүреді, ол жерде метро да бар, жер асты жолдары да, инфраструктурасы жолдардың жақсы жасалған. Сондықтан машинамен де бір жаққа барсаң, көп пробкада болмайды. Автобустары прям уақытымен келеді, метроларда прям минута в минуту күшті келеді. Сондықтан ирландықтар, испандықтардан үйрену керек деп ойлаймын. Бұл жерде, да? How are you? Жауапсыз how are you? Бәріне how are you деп жүресің. Норм стрём? Білмеймін, ол бәр елде бар сияқты деп ойлаймын. Мен Қазақстанда да бар сияқты, қалайсың деп кете бересің.
жай ғана амандасу түрі. иә жай ғана амандастың сыпайылықтың белгісі шығар. Саған норм. Иә. Маған да норм, бірақ мен кейде ойланам, не үшін сөйтіп сұраймыз, егер де ары қарай ештеңе айтпасам деп. Но кейде өзім сөйтіп айтқанда маған жауап бермесе екен деп те ойлап тұрамын. Так что нормально. Так, все. Осылай Нормстром Ирландия туралы қысқаша бітті. Егер де тағы да қосымша қызықты сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Может быть, part 2 түсіреміз, иә? Немесе өздеріңіздің кейбір адамдар мүмкін Ирландияда тұрып жатқан адамдар қараса, өздеріңіздің тәжірибелеріңіз басқаша болып жатса, онда комментарийге жазып кетіңіздер. Біз бұл өзіміздің тек субъективті ойларымызбен бөлістік. Иә, персональный. Сондықтан қараңыздар, комментарий қалдырыңыздар, біздің каналымызға жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше. Бай-бай. Бай. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.